Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 18 ақпан 2024 жылы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы. Бұл үндеуді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырзаға және де өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Бейсенбайұлы Шарлапаев мырзаға біз өзіміздің адал еңбегімізге шетелден әкелінген көліктерді кедендік рәсімдерден төлеп транзит номермен жүрміз. Қазақстанда утиль алымы мен алғашқы тіркеу алымы тым жоғары. Сол себепті қазақ номер ала алмай әлі жүрміз. Дамыған ешбір мемлекетте жоқ утиль алымын алып тастауды, алғашқы тіркеу алымын 100 мыңға түсіруді және 2022 жылы 1 қыркүйектен кейін келген автокөліктердің барлығын тіркеп беруді талап етеміз. Біз өз еліміздің патриотымыз. Ел басына күн туғанда елді жерге қорғайтын азаматтарымыз. Біздің осы мәселемізді үкімет отырысында қарап шешіп беруіңізді талап етеміз. Біздің белсенді азаматтарымызды қудаламай, бұл мәселені халық пен билік арасында диалог құрып талқылауыңызды талап етеміз. Талап етеміз ба, жігіттер?